Ақшта жүрген досыммен сөйлестім. Қайтсаңшы елге, сағынбадың ба? Сағындым, бірақ Қазақстанда отбасымды қалай асыраймын? Ары кетсем мұғалім болып 150-200 мың теңге жалақы алатын жұмыс істермін. Оны қалай жеткізем? Мына жақта қазір айына $5000 табам ғой. Ақша өлсең де жетпейді. Бәріміз де сол 150 мыңды жеткізіп өмір сүріп келеміз ғой. Өліп қалған жоқпыз. Сонда қашан қайтпақ ойың бар? Қартайғанда бірақ қайтам. Сүйегім ата жұртымда қалса болды. Ыза болып кеттім. Сен әбден қартайғанда боғың жерге тыңайтқыш болмаса басқа не пайдан бар елге? Сүйегіңді не қыламыз сенің? Жас кезінде елге келіп пайда қылсаңшы. Айтасың ау досым. Сенің дәл қазір банктердің пайызын төлеп жатқаннан басқа мемлекетке қандай пайдаң тиіп жатыр? Одан да сен ақшқа менің жаныма кел. Сенің әлі 12 жыл төлейтін ипотекаң бар. Мына жақта 1 жыл жұмыс істеде, ипотекаңды жауып тастап, қалған 11 жылыңда адам сияқты өмір сүр, тыртыңдамай. Жақсы жаңа көлік мін. Өзге елде сұлтан болғанша, өз жеріңде ұлтан бол. Мен қартайып елме келгенде Қазақстан дамыған нағыз құқықтық мемлекетке айналады. Әділетті қоғам орнайды деп сенем. Дайын асқа тік қасық болам деш. Одан да сол қоғамды құруға қазірден ат салсыңшы. Мен қазір тапқан ақшамның тең жартысын ай сайын Қазақстанға жіберіп жатырмын. Бір бауырым ол ақшаға шағын цех ашып бизнесін дамытып бастады. Үлкен ағам жеке шаруа қожалығына ешқандай несиесіз жаңа техникалар алып, мал басын көбейтіп жатыр. Қазақстандағы бизнесімді қаржыландыруға осыдан басқа оңай жол көріп тұрған жоқпын. Өзімді еліме азғантай болса да инвестиция әкеліп жатырмын деп санаймын. Өкперенішіңді маған емес, керісінше Қазақстанның ақшасын шетелге апарып шашып жатқандарға айтсаң болады.